Қызыл өрік қойшымаған көңіл бөліп дейді. Өріктің өзі маған көңіл бөліп қара, әлі піскен жоқпын деп айтып жатыр. Бұл таңғы әсіл, сондықтан біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар. Тілдер дамыту басқармасы, тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Нұрмахметова Данагүл. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Бәрекелді. Енді көктемнің соңғы айы. Көңіл күй қалай жалпы түсіп, енді көктемде қыздар құлпырады деп жатамыз. Көктем жалпы керемет мезгіл ғой. Күн жылынады, жер босанады. Сол секілді мына күннің жылуына байланысты барлық адамдар жадырап, күліп, көктемде құлпырып жүреді. Бәрекелді. Олай болса, таңғы уақытта бір көңіл бөліп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге ең әуелі алғысымызды айтамыз. Ал енді сұрағымызды бастайық. Қонағымыздың көңіл күйі көтерілген сияқты. Тілдер дамыту басқармасы дегеннен-ақ барлық көрермендеріміз түсініп отырған болар. Бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі, көпшіліктің аузында көкейінде жүрген мәселелердің бірі бүгінгі таңдағы қазақ кириллицаның латын алфавитіне ауыстырылуы. Осы жөнінде сізден бүгінгі күні, бүгінгі эфирден толық ақпарат алсақ дейміз. Жалпы өздеріңізге белгілі 2017 жылы сәуір айында болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақала жарияланған болатын. Осы бағдарламалық мақалада елбасы қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру қажет деген нақты тапсырма берген болатын. Міне өткен жылдан бастап, өткен сәуір айында рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына 1 жыл толды. Сол жылдан бастап латын әліпбиіне көшіру туралы жалпы ақпараттандыру, насихаттандыру жұмыстары басталып кетті. Бұл жалпы республика көлемінде, облыс көлемінде, қалада, барлық аудандарда, елді мекендерде бұл қазір насихатталып жатқан өзекті мәселелердің бірі. Енді латын әліпбиіне көшіру бұл қазір өзекті мәселе деп айтып отырмыз. Яғни бізде әліпби ауысады, кириллицадан латын әліпбиіне. Бізде жалпы енді тұрғындардың көпшілігінде сан түрлі сауал, сан түрлі пікір, жалпы түсінбей жатқандар бар. Ертең біз сонда қазақша сөйлемей, латынша сөйлесіп кетеміз деген. Латынша сөйлеспейміз, қазақ тілі қалады, тек әліпби өзгереді. Яғни таңба өзгереді. Бұл таңба өзгерудің өзі үлкен жазу реформасы. Яғни жазу реформасында үлкен идеологиялық және экономикалық әртараптандыру жатыр. Яғни біз тіл осы әліпбиді өзгерту арқылы, өздеріңіз білесіздер, мына соңғы жарияланған әліпбиде кириллицадағы орыс тілінің төл дыбыстары жоқ. Яғни ю, я, ц секілді және де жіңішкелік айырым белгілері, бұлардың барлығы жоқ. Жалпы елбасы өзінің сөзінде айтты ғой, бұл латын әліпбиін ауыстыруға біз балаларымыздың келешегі үшін, болашағы үшін көшуіміз керек латын әліпбиіне. Өйткені қазір бүкіл әлемде латын әліпбиі кеңінен таралған. Әлемнің дамыған елдері латын әліпбиін қолданады. Қазіргі дәрі-дәрмек атаулары, физикалық, математикалық таңбалар, өздеріңіз білесіздер, мектепте де физика формулалар, математикалық формулалар, барлығы да латын әліпбиінде. Міне сондықтан да біз әлемдік жаһандануға үдере көшкен заманда Қазақстанның дамыған елдердің қатарына қосылу үшін де міне осы бірден бір жол латын әліпбиін қабылдау. Және сонымен қатар бұл қазақ халқын, қазақ тілін дамыту, жаңғырту. Біз басқа кириллицадағы орыс әліпбилерінен құтылып, өзіміздің төл дыбыстарымызды енгізіп, қазақ тіліне лайықталған латын әліпбиін енгізгелі отырмыз. Енді кейбір ата-аналардың бір уайымдауы мүмкін. Балалар енді миын ашты, қалай үйреніп кетеді деген сияқты бір сондай бір көкейін бір сауал мазалауы мүмкін. Бұл сауал ересектердің де ойында бар. Жалпы латын әліпбиі ертең қиындық тудырады деген. Мысалға, 1-ші сыныпқа қабылданатын ата-аналарда биыл балаларын уайымдап отыр, ертең 1-ші сыныпқа қалай береміз деп. 1-ші сыныпқа келген балада әліпбиді үйренеді. Ол кириллица болған кезінде де 42 таңбаны үйренетін еді. Өйткені ол білмей келеді ғой. Сол секілді енді 32 таңбадан тұратын латын әліпбиін үйренеді. Латын әліпбиі жалпы қазір еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін таныс десек, біз қателеспейтін болармыз. Өйткені қазір жастардың өзі әлеуметтік желіде латын әліпбиін пайдаланып бір-бірімен әлеуметтік желілерде хабарласады, байланысады. Және де қазір дүкеннің атаулары, барлық жаңа айттық қой, дәрі-дәрмектің сыртында да қандай да бір зат алсақ та сыртында латын әліпбиімен жазылып тұр. Сондықтан бұл бәріне етене таныс, көңілдерінде жүрген жаңағыдай күдіктерін сейілтуге болады, қорықпауға болады. Ал енді осы
Қашаннан бастап қолға алынбақ жалпы? Мектепке дейінгі оқу орындарында мүмкін басталатын шығар бұл оқуды оқыту. Яғни латын әліпбиімен Немесе қазір бастап кеттіңіздер ма? Әлде бастап кетілді? Жалпы латын әліпбиіне біз 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен көшеміз. Бұны бағдарламалық мақаланың өзінде елбасы жариялап айтқан болатын. Яғни бұл 3 кезең бар. 2018-2020 кезең, 2021-2023 кезең және 2024-2025 кезең. Қазір енді барлығыңызға белгілі әліпби бар, бірақ бұл әліпбиге байланысты ешқандай емле ереже шыққан жоқ. Яғни алдағы уақытта мүмкін осы жаз айларында қандай да бір өзгеріс енуі мүмкін. Сондықтан бұл әліпби әлі қолданысқа енгенмен, мысалға барлық телеарналар, бұқаралық ақпарат құралдары, дүкен атаулары өздерінің атауларын латын әліпбиін қолданып жазып жатыр. Бұл қате емес. Яғни бұл көзді үйрету, қолды үйрету, жаттығу, яғни дайындық үстінде. Біз бұл 2019 жылы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жалпы білім беру ұйымдарында қолданылатын кітаптар барлығы латын әліпбиіне біртіндеп көшеді деп болжап жатыр. Ал бұл 3 кезеңнің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Бұл 2018-2020 алғашқы кезең. Бұл кезеңде барлық мемлекет көлемінде насихаттау, ақпараттандыру жұмыстары айтылатын болады. Міне осылай біз латын әліпбиіне көшеміз. Мемлекет тарапынан қандай жұмыстар жүзеге асырылады, осыны айтатын болады. Екінші кезең 2021-2023 кезең. Бұл кезде латын әліпбиі нақты бекітіледі. Орфография, орфоэпиялық, яғни емле ережеде шығады сол кезде. Енді бұл кезеңде біртіндеп барлық кітаптар, барлығы да латын әліпбиіне ауысады. Барлығы көшіп кетеді. Бұл кезде оқытылады. Ал 2024-2025 соңғы кезеңде мемлекеттік жаңағыдай органдардың барлық мемлекеттік істер жөнінде, яғни құжат айналымының барлығы жаңа әліпбиге көшетін болады. Бәрекелді, олай болса сіздерге сәттілік тілейміз. Қашанда жұмыстарыңыз алға баса берсін. Иә, мысалы, бүгінгі таңда балаларымызды оқыту әрине оңай. Шынымен жаңағы мектепке дейінгі оқу орнынан бастап оларға алфавитті беріп жіберсек, үйретіп жүрсек, ары қарай алып кетеді. Ал орта жастағылар, егде жастағылар латын әліппесін қалай үйренеді? Өте дұрыс сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Бұл орта жастағы, егде жастағы адамдардың барлығына да біздің Ақтөбе облысының тілдер дамыту басқармасы жанынан құрылып жатқан, яғни осы басқарма ұйымдастырып жатқан телехабар, телесабақтар ұйымдастырылатын болады. Латын әліпбиі өркениет жолы деген 12 хабардан тұратын телехабар жүргізіледі. Сонымен қатар жаңа әліпбиді бірге үйренейік деген 12 хабардан тұратын телесабақ ұйымдастырылатын болады. Бұл яғни қазіргі таңда жүзеге асып жатыр, жарыққа шығатын болады жақын арада. Және де қашықтан оқыту, қазір білесіздер, барлығы әлеуметтік желіні кеңінен пайдаланады. Facebook, ВКонтакте әлеуметтік парақшаларында онлайн, яғни сол жерде жаңа әліпбиге байланысты жаттығулар, яғни қашықтан оқытуда жүзеге асатын болады. Енді қазір мектепке дейінгі мектептерде жалпы осы бастап кеттік деп жатсыздар ғой, жаймен үйретіп жатсыздар. Ал енді балалар қалай қабылдап жатыр? Бастап кеттік, яғни 2019-дан бастап мектепке дейінгі ұйымдар бастайтын болады. Ал біз қазір тек қана насихаттандыру, ақпараттандыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Біз осы қалада 2018 жылдан бастасақ, қаңтар айынан бастап 50 шақты мекемелерде, осы Ақтөбе қаласындағы мекемелерде насихаттандыру жұмыстарын жүргізіп, 3000-ға жуық адамды қамтыдық. Яғни бұл жерде мектептер, колледждер, университеттер, барлық оқушылардың, студенттердің, жалпы халықтың көзқарасы өте жақсы. Яғни қазақ тілінің өркендеуіне ықпал ететін осы латын әліпбиін қолданатындығымыз жөнінде олардың пікірлері өте жақсы, қолдап отыр. Бәрекелді. Ал енді осы тақырыпқа сай емес, тақырыптан шамалы ауытқиық, себебі жаз келе жатыр алда. Енді нағыз жемістердің пісетін шағы, жаңа енді бағдарламаның басында ең әуелгі сұрақ жеміс туралы бастадық, көңіл күйімізді білдік. Ал енді мейлінше жаз мезгілінде қандай жемістерді көбірек пайдалануға кеңес бересіз? Білем, енді маман емес, сіз әйтеуір күнделікті бір кеңесіңіз болсын. Әрине, жаз мезгілінде енді өзінің жаңағыдай маусымдық жемістері болады ғой. Мысалға, қарбыз, қауын, оны қыста өспейді, білесіздер. Қазіргі кезең құлпынайдың кезеңі. Сол маусымдық кезеңде өсетін, сол кезде жазда ғана өсетін жеміс-жидектерді жеп пайдаланып, ағзаларымызға
дәрумендерді толтыруға кеңес беремін. Енді жемісті сұрадық, тілге кезек берейік. Қанша тіл білесіз? Біз енді қазақ тілі ана тіліміз, орыс тілі байланысқа түсетін тіл, халықаралық байланысқа түсетін. Және ағылшын тілінде енді 11 жыл мектепте оқыдық, 4 жыл университетте оқыдық. Сондықтан ағылшын тілінде түсінеміз. Енді әлі де Енді бір жаспыз. қосымша бір тілді үйрену жоспарда бар ма? Бұл жоспарда бар. Әрине, жеті жұрттың тілін білген қандай ғажап. Қазір сұранысқа ие көп тілділік. Сондықтан ол алдағы жоспарда бар уақыт еншісінде. Қандай тіл таңдаймыз? Ағылшын тілін әлі де тереңірек білгіміз келеді. Ағылшын Және тілін қазіргі айттық. Қытай тілі. Қытай тілі. Демек, өсетін бала Қытай тілін үйренеді деп жатады. Олай болса сізге сәттілік тілейміз. Енді тіл туралы, жеміс туралы білдік. Енді сізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, таңмен таласа оянып келгеніңізге әрине екінің бірінің қолынан келе бермейді. Таң оянып біздің студиямызға келіп тамаша сұхбаттасып. Олай болса, келесі бейнематериалымыз дәл осы тіл үйрену жөнінде.